Қазақстанда YouTube'ға қанша ақша төлейді? Дәл осындай сұрақты YouTube'ға қызығып жүрген немесе YouTube бастағысы келіп жүрген адамдар көбісі қойып жатады. Сәлеметсіздер ме достар? Есімім Нұрсұлтан Омербай, YouTube эксперт. Қазір сіздерге Қазақстанда YouTube'да қанша ақша төлейтіні туралы осы видеода айтатын боламын. Қазақстаннан көрген просмотрларға, яғни қазақша YouTube'ға 1000 просмотрға шаққан кезде 0,5 және $1 арасында төлейді. Кейбір ютуберлерде ең басында монетизация қосқан кезде басында 0,2 немесе $0,1 болып тұруы мүмкін. Кәдімгі YouTube'тың ішінде творческий студия көрсетіліп тұрады. 1000 просмотрға шаққан кезде төленетін көрсеткіш. Ағылшынша айтқан кезде RPM деп айтылады. Орысша айтқан кезде доход на 1000 просмотров деп жазылып тұруы мүмкін. Яғни монетизация қосқаннан кейін бірден 1000 просмотрға $1 төлеп кетпейді. Ең басында 0,2-0,3 доллармен басталуы мүмкін. Видеоларыңызда просмотр, яғни қаралым саны артқан сайын сіздің RPM, яғни 1000 просмотр шаққан кездегі төленетін көрсеткіші артып отыратын болады. 1000 просмотрға шаққан кезде төленетін көрсеткіш сіздің видеоңыздың минутына да байланысты. Егер де сізде 8 минутқа дейінгі видео болатын болса, ол кезде 2 жарнама шығады, басында және аяғында. Ал егер де сізде 8 минуттан асатын видео болатын болса, ол кезде сіз ручной, яғни қолыңызбен рекламный паузаларды, яғни рекламдық нүктелерді өзіңіз орната аласыз. Яғни 8 минуттық видеода видео басталған кезде жарнама шығады, ортасында бірнеше рет шығаруға болады және аяғында шығара аласыз. Яғни 8 минуттық видеоны көріп жатқан кезде видеоның басында және ортасында және аяқ жағында шығатын болады жарнама. Творческий студияда монетизация деген бөлімде жаңағы жасыл доллардың суреті шығып тұрады. Соның үстіне басқан кезде астында настроить рекламный пауза деген тұрады. Соны басасыз және ол жақта рекламный паузаларды көбейтіп қойсаңыз болады. 7-8 қойып қойсаңыз болады 8 минуттық видеоға. Оның арасында барлығы көрсетілмейді, 7 жарнама көрсетілмейді, арасында 2 жарнама көрсетілуі мүмкін. Яғни барлығын қосқан кезде 4 жарнама басында және ортасында 2-3 жарнамалық ролик шығады. Одан кейін соңына қарай видео біткен кезде тағы да жарнама шығып қалатын болады. Сондықтан да сіздің 8 минуттан асатын видеоларыңыз доходы, яғни табысы көбірек болады. Мысал ретінде сіздерге осы видеоның аналитикасын көрсететін боламын. VN программасы өздеріңіз білетін телефондағы монтаж программасы туралы басынан аяғына дейін түсіндірдім. Барлық түсіндіру сабағы 22 минут алды. Яғни ішінде монетизация қосылып тұр. 8 минуттан асатын болғандықтан ортасына да рекламалар, жарнамалар шығады. Бұл жерде доход, табыс кішкене көптеу болу керек, яғни 0,5-тен жоғары. Осы VN монтаждау программасы туралы түсірген видеоға сілтемені описание бөліміне қалдырып кететін боламын, егер көрем десеңіздер. Неке превью осылай тұрады. VN ең мықты және тегін программа. Аналитикасына кіретін болсақ, бұл жерде 56 000 қаралым болған. Табысты көретін болсақ, бұл жерде доход бөліміне кірген кезде аналитикадағы бұл жерде жазылып тұрады, количество просмотров және доход на 1000 просмотров, яғни 1000 просмотрға қанша төледі. Доход на 1000 просмотров, RPM ағылшынша айтқан кезде бұл жерде $0,08 болып тұр. Яғни осы видеоға 1000 просмотрға $0,08 төлеп отырған. Бұл видеоны байқасаңыздар, көбінесе трафик поисктан келеді. Себебі үйрету сабағы болғаннан кейін, орысша айтқан кезде обучающий видео болғаннан кейін көбінесе поисктан келіп отыр трафик. Рекомендуемый деген аз. Бұл жерде 82% поисктан келіп отыр. Сол үшін де трафик осылай ұдайы тек жоғары қарай өсумен болған. Егер де сіз хайпмен жасалатын болсаңыз, ол белгілі бір уақытта хайп болып жоғары қарай көтеріліп, просмотр ертесіне түсіп кететін болады. Оған таңғалудың қажеті жоқ. Мысалға, жаңағы ұйқым келмейді деген сияқты ән шықты, дәл сол кезде оның просмотры резко 4 миллионға дейін барып, одан кейін ақырындап жинала бастады. Просмотр мүлде жиналмай қалады деп айта алмаймын, әрі қарай да болып отырады, бірақ тұрақты түрде емес. Егер де поиск немесе рекомендациядан келіп отыратын болса, осылай ұдайы өсіп отыратын болады. Себебі қоғамға керекті видео болғандықтан. Мысалға, сіріңкені қалай жағамыз немесе шегені қалай қағамыз деп видео түсіретін болсаңыз, сол элементар нәрсе болса да, ол қоғамға керекті видео болған соң, ол тұрақты қаралым алып отыратын болады. Осы видеоның аналитикасын көрсеткеннен кейін толыққанды көрсетіп жүрейін. Неге бұл жерде время просмотра, яғни 4000 сағат деп айтып жатамыз ғой, бұл жерде 3200 сағат жинаған осы видеоның өзі 22 минуттық видео. Осы видео арқылы 1300 подписчик келген және жаңа табысын көрсеттім, $46. Охватты айтатын болсам, показы бөлімде 425 000 показ, яғни YouTube-тың ішінде 425 000 адамға осылай 425 000 рет көрсетілген. Кейбір адамдарға видеоны көрмесе де оларға 2-3 рет қайта көрсетілетін болады. Осы видеоны ұсынып,
осы видеоны көресің ба деген сияқты, саған қызық емес па деп солай көрсететін болады. Осы показы бөлімі. ютубтағы жаңағы аналитика бөлімінде ең маңызды нәрсе осы показы бөлімі. Сол показы арқылы сіздің видеоларыңызды ары қарай көрсету арқылы сізге просмотр, яғни қаралым келетін болады. Егер де показы төмен болатын болса, сіз өзіңіздің жаңағы превью обложканы дұрыстау керек деген сөз. Мына жақта CTR деген бірінші осы обложка көрсетіліп, мінекей показы бөлімдегі көрсеткіш соныкі. Обложка көрсетілген кезде оның ішіне көп адам кіретін болса, ол кезде CTR өсетін болады. Ал егер де обложка көрсетілген кезде оған басып кірмейтін болса, ол кезде мына CTR төмендейтін болады. Себебі показы көп, бірақ қаралым аз болатын болса, сол кезде CTR төмендеп түсіп отыра беретін болады. Сондықтан да сіз обложкаңызды қызықты қылып жасау керексіз. Егер де қызықты болатын болса, YouTube өзі қарайтын болады. Мына видеоға жаңа клик саны көбейіп жатыр. Демек бұл видео барлығына, қоғамға қызықты, басқаларына көрсетіп көрейін деген сияқты ары қарай рекомендацияға кете беретін болады. Мінекей қарасаңыздар, 425 мың показ, яғни 425 мың рет көрсетілген, және 56 мың просмотр ғана ары қарай клик басып, яғни үстіне басып көрген екен. Сондағы ортасындағы шаққаны 11%. Яғни бұл видео 425 мың рет көрсетілген болса, және қаралым саны 425 мың болатын болса, дәл солай бір-біріне сәйкес болса, бұл жерде CTR 100% құрауы мүмкін, немесе 95-100%-ның ортасы құрауы мүмкін. Себебі 400 мың рет көрсетілді, және 400 мың қаралым. Ол ары қарай да рекомендацияға кете беретін болады. Себебі YouTube оны көрсеткен кезде адамдарға дереу үстіне басып ары қарай өтті. Және YouTube'тың ішіндегі ең маңызды нәрсе ол удержание, яғни сіздің 10 минуттық видеоңызды соңына дейін қарайтын болса, ол кезде 100% удержание болады. Ал егер де сіздің 10 минуттық видеоңыздың 5 минутын қараптап шығып кететін болса, ол кезде 50% удержание болады. Оны мына жақта аналитика бөлімінде төменде қарай аласыз. Бұл жерде средняя продолжительность просмотра 3 минут 25 секунд деп жазылып тұр. 22 минуттық видео үшін бұл өте аз. Егер де бұл жерде 10 болатын болса, яғни 20 минуттық видеоның 10 минутын қарайтын болса, ол 50% болатын еді. Бұл жерде мінекей 15%. Сондықтан да бұл рекомендацияға көп кетпеген. Мына жерде соңғы 48 сағаттың ішінде рекомендуемый видео, яғни рекомендацияға тек 3% ғана шыққан. Бұл көбінесе поисктан шығып тұр. Егер де поискқа VN монтаж немесе VN программа дейтін болсаңыз, менің видеом тізімде екінші немесе үшінші қатарда шығуы мүмкін. Өйткені мінекей трафик барлығы поисктан келіп отыр. Бұл ақпараттардың барлығын сіздерге пайдалы болсын деп айтып жатырмын. Бұл видео негізі табыс жайлы. Егер де сіз 8 минуттан асатын видео түсіретін болсаңыз, оның табысы көп болады. Соның мысалы ретінде көрсетіп жатырмын. Егер де сіз 1-2 минуттық видео түсіретін болсаңыз, ондай видеолардың рекомендацияға кету мүмкіншілігі жоғары болады. Себебі қысқа видео болғандықтан оны көбісі соңына дейін қарап жатады. Сол кезде удержание пайызы 50-60% құрап, арғы рекомендация шығу мүмкіншілігі жоғары болады. Әрі видеоның тағдырын шешетін ол обложка превью. Яғни сол превьюді дұрыстап жасау керек. Егер де сіз YouTube'та жаңадан бастап жатқан ютубер болатын болсаңыз, ең басында бұндай сразу 8 минуттық видеоларды түсірудің қажет жоқ. Себебі мен 8 минуттық видеоны түсірдім, барлықтарын қарау керексіңдер деген сияқты YouTube'та ондай сөз жоқ. Егер де қызық емес болатын болса, ол ешкім қарамайтын болады. Ең басында каналды ашқан кезде алғашқы 10-20 видеосы 2-3 минуттық немесе 5 минутқа дейінгі видеолар болғаны дұрыс. Әрі қызықты қылып түсіруіңіз керек. Сол кезде ақырындап сіз аудитория жинап аласыз, подписчиктер келіп, жаңағы 1000 подписчик жинап аласыз, одан кейін барып сіз ұзақ видеоларды түсіріп бастасаңыз болады. Немесе монетизация қосқанға дейін дәл сол 2-3 минуттық видеолармен көтеріп аласыз, одан кейін барып қана монетизация қосқаннан кейін 8 минуттық видеоларды арасында салып отыратын боласыз. Сондықтан да каналды аша салып, дереу 8 минуттық немесе 10 минуттық видеоларға жүгірмеген дұрыс. Ең басында алғашқы видеоларыңызды төмен минут, яғни аз минуттық видеолармен бастағаныңыз дұрыс болады. Достар, осы видеода айтқан кеңестер сіздерге пайдалы болса, осы видеоға лайк басуды және арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рекомендация тіледім. Келесі көріскенше сау болыңыздар.